Баршаларыңызға да ассалаумағалейкум, арнама қош келдіңіздер. Осы әңгімені соңына дейін тыңдай отырып, ананың балаға деген мейірімінің шексіз екендігін сезіне отырасыздар. Қолдап отырған баршаңызға да Алланың нұры жаусын. Көп рахмет. Желтоқсанның ызғарлы күндерінің бірі еді. Далада қар жауып борап тұр. Біздің оңтүстікке жауған қар тезірек еріп, кешкісін қатқақ мұзға айналады. Өзім 15 күндік вақтада Ақтөбе облысында жұмыс жасаймын. Кезекті жұмыс күнімде жақындады. Бірақ қалай екені есімде жоқ. Сол күні анашымды қатты ренжітіп алған болатынмын. Кеш болды. Пойызға мінетін уақытта жақындады. Барлығы шуылдасып, ақ жол тілесіп, үйден шығарып салып жатқанда, анашым пойызға дейін шығарып саламын деп, менімен бірге еріп шықты. Вокзалға да жеттік. Сол вокзалда жолдастарымды кездестіріп, солармен әңгіме дүкен құрып тұрғанымда, анашым жақын маңдағы дүкенге барып үлгерген екен. Маған жолға ішетінімді, жейтінімді әкеліп беріп тұр. Мен баратын жерге пойыз беймезгіл уақытта жетеді. Сондықтан әрі қарай таксиге мінуге тура келеді. Сол таксиге анашым ақшам бар ма деп сұрады. Мен ол кісіні уайымдатпайын деп бар деп жауап бердім. Шындығында қалтамда оған ақша болмай тұрған болатын. Пойызда келді. Пойыздар біз жаққа 3-4 минут артық тұрмайтын. Сондықтан анама жақсы деп вагонға қарай жүгіре жөнелдім. Жер мұз, тайғақ. Вагоныма қарай жүгіріп келе жатқанымда, артымнан бір менің атымды атаған әйелдің дауысы естілгендей еді. Бірақ мән бермедім, жүгіре бердім. Вагоныма енді жақындағанымда тағы да сол дауысты естігендей болдым. Жалт бұрылып артыма қарасам, көк мұздың үстімен тайғанап жүгіріп келе жатқан менің анашым екен. Қолында 500 теңгесі бар. Сен маған өтірік айттың. Сенде ақша жоқ қой. Міне, мына ақшаға таксиге мін, жаяу жүруші болма деп, қолыма 500 теңгені ұстатты. Жол серіктер вагондарына мініңдер деп айғайлап жатты. Мен анашыма қарап, тағы да жақсы деп, құшақтап бетіне сүйіп, вагоныма мініп кеттім. Вагон орнынан қозғалды. Қаланың шамдары көзден жаймен ғайып бола бастады. Жүрегім езіліп кетті. Мен сол уақытта өзімнің қандай нашар адам екенімді сезіндім. Көз алдымнан бала кездегі барлық жағдайлар, барлық кезеңдер сырғып өтті. 2-3 сынып оқып жүрген кезім болатын. Ол вақытта тек үйде кішкентайлардан ініміз екеуміз ғана. Әкеміз жұмыстан шығып қалған бір қиын қыстау кезең болатын. Анамның 15.000 теңге айлығына ғана өмір сүрген кезең еді. Үйде сол уақытта ешқандай азық-түлік жоқтын, бірақ анашым сорпа тамағын жасап беретін. Сол сорпадағы барлық қоюды інім екеумізге салып беріп, өзі тек сорпаны ғана ішетін. Бәлкім, ол кісілер бізге білдірткісі келмеген шығар, бірақ ол вақытта соның бәрін түсінген болатынбыз. Сол жылдары жаңа жылға мұғалімдеріміз, ер балалар сайқы мазақтың киімін киіп келсін, және де олардың өзгергендіктері соншалық, мен оларды көргенде кім екендігін танымай қалатындай болайын деді. Бұл жағдайда анашыма келіп айттым. Анашым жарайды деп, сөреде тұрған сары көк матадан түнімен отырып маған сайқы мазақтың киімін тігіп берді. Тігін машинасымен емес, өзінің азиз қолдарымен, бір ине, бір жіппен ғана. Тек бас киіміне ғана мата жетпей қалды. Таң атты. Мен сол анашымның тігіп берген киімін киіп бардым. Мектепке келсем, барлық балалар түрлі киінген. Мұғаліміміз айтқанындай, ешкімді танымаймыз. Барлығы өзгерген. Бірақ мен өзімнің үстіндегі киіммен ұялмадым. Себебі мен басқа балалар сияқты оны ақшаға, жалға, болмаса біреуден сұрап алғаным жоқ. Оны маған анашым өзінің
азиз қолдарымен тігіп берген. Міне, тізбектеп айта берсем, ондай оқиғалар көп. Сол оқиғалардың барлығын бастан кеше тұра, анам мен әкемнің қадірін түсінбегенім үшін өзімді қатты жазғырдым. Тезірек телефонымды қолыма алып, байланыс жоғалмай тұрғанда, анама көптеп SMS-тер жаздым. Кешірім сұрадым. Анам әдеттегіндей бәрін жылы қабылдады. Шіркін-ай, аналардың жүрегі кең екен ғой. Иә, мен бұл оқиғамен не айтқым келді? Әй, өскелең ұрпақ, өзіңнің арманын, мақсатын, болашағын, өмірін ысырып қойып, баласының өмірі мен болашағы үшін өмір сүрген әке-шешелерімізді сыйлайық, ардақтайық, құрметтейік. Олар секілді бізді шынайы жақсы көретін, шынайы сағынатын, шынайы іздейтін адамдар жоқ екендігін білгеніміз дұрыс. Ата-ананың разылығы ол, Алланың разылығы. Айналайын адамдар, бәріңізде анаң бар. Қаяумын салмай көңіліне, анаңа дұрыс қараңдар. Соңына дейін тыңдап, қолдау көрсетіп отырған сіздерге көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын.